таш деп тұрған жерде еле алдық. Мына дуалардың астында бар тұрып тас атыстады. Мына уже минометмен атып тұрмай. Видеодан көргендеріңіз фильмнен көріністе емес, оқу жаттығуда емес. Бұл бізге жақын орналасқан түрік бауырларымыз. Тәжіктер мен қырғыздар арасындағы сәуірдің соңында болған қарулы қақтығыс. Армысыздар, сіздермен бірге Қали Әубәкіров, Қажашық YouTube арнасы. Біз бастаймыз. Тәжіктер мен қырғыздар арасында қақтығыс не себептен туындады? Оны алдын алуға болар ма еді? Тәжікстан мен Қырғызстан президенттері жағдайды пайдаланып, халық алдында беделін жинады ма? Не сенімдерін жоғалтты ма? Саясат кесірінен неге қарапайым халық зардап шегуі керек? Көршілес елдер арасында болған қарулы қақтығыс рет-ретімен қарастырайық. Совет одағы 1991 жылы құлағалы бері орталық Азиядағы кейбір мемлекеттер шекара мәселесін шеше алмай келеді. Әсіресе Тәжікстан, Өзбекстан мен Қырғызстанға ортақ Ферғана аңғары бойындағы аумақтың даулы тұстары өте көп. Қырғыз-Тәжік шекарасының жалпы ұзындығы 970 шақырым. Қазірге дейін 504 километріне байланысты делимитация мен демократия жұмыстары жүргізілген. Ал шекараның келісілмеген тұстары сондағы елді мекендердегі су, жер және әлі анықталмаған шекараны кесіп өту мәселелері дауға жиі себеп болады. Даудың соңы жанжалға ұласып, тараптар бір-біріне тас атады, кейде қарудан оқ атады. Соңғы жылдары Тәжікстан мен Қырғызстан билігі шекараларды демократиялау мен делимитациялау туралы бірнеше рет келіссөздер жүргізіп, Тәжікстан мен Қырғызстан арасында ресми шекараларды мүмкіндігінше тезірек орнату ниетті болды. Еске салайық, Қырғыз-Тәжік шекарасындағы соңғы жанжал 2019 жылы 10 наурызда және 22 шілдеде болды. Оған Исфара қаласының Ворух аймағындағы Көкташ Оксай тамдық жолындағы Қырғыз тарапынан құрылысы себеп болды. Бір-бірін таспен ату және лақтыру соңы Тәжікстаннан бір азаматын өліміне әкеп соқтырды. Екі тараптан ондаған адамда жарақат алды. 2018 жылы Қырғыз-Тәжік мемлекеттік шекарасында 7 оқиға тіркелгенін айта кетейік. 2019 жылдағы оқиғадан кейін Тәжікстан мен Қырғызстан президенттері Тәжікстандағы Исфара қаласында кездесіп, Тәжік-Қырғыз шекарасын демократиялау және делимитациялау мәселелерін талқыған еді. Бірақ оң нәтиже әлі болмаған. Сол кездегі Қырғызстан президенті Сооронбай Жээнбековтің Қырғыз-Тәжік шекарасындағы жағдай бойынша кеңес өткізіп, күш құрылымдарының жұмысын сынға алды. Жээнбеков шекарашылар сеніп тапсырылған аумақтарда қызмет атқарып қана қоймай, жергілікті тұрғындармен және басқа елдердің әріптестерімен келіссөздер жүргізе білуі тиіс екенін атап өтті. Мемлекеттегі тыныштық пен бейбітшілік шекарадағы тұрақтылыққа байланысты. Қандай жағдай болса да жергілікті билік өкілдері мен тұрғындармен кездесіп, арандатуға жол бермеу керек, деп кесіп айтты Жээнбеков. Биыл 28-29 сәуірде болған қақтығысқа Исфара өзені маңындағы шекараға Тәжікстан тарапынан бейнебақылау камераларын орнатуы себеп болған. Бұл шешімге Көкташ ауылының тұрғындары қарсы шығып, арты атысқа ұласқан. Қырғыз-Тәжік шекарасындағы шиеленіс әлі басылар емес. Екі тарапта болған жайтқа қатысты мәлімдеме жасады. Одан бөлек зардап шеккендер саны да артты. Қақтығыс кезінде Тәжікстан тарапынан қанша адам қаза тапқаны туралы ақпарат пайда болды. Бірақ ол әзірге бейресми мәлімет, яғни ол жергілікті басылымдағы бар ақпарат. Тәжікстандық бақ мәліметтеріне сүйенсек, 2 мамырда кешкі уақыттағы жағдай бойынша 16 адам қаза тапқан, 110-нан аса адам зардап шеккен. Ал Қырғызстан тарапы қақтығыстан көз жұмғандар мен зардап шеккендер туралы ашық ақпарат таратып отырады.
Соңғы мәліметтер бойынша Қырғыз еліндегі қақтығыстан зардап шеккендер саны 183-ке жетсе, 36 адам қаза тапқан. Оның ішінде атыс басталған кезде үйден қашып бара жатқан жерінен каналға құлап, салдарынан Абидин есімді 4 жасар бала қайтыс болған. Еліміздің президенті Қасым-Жомарт Тоқаев болса, болған жағдайға алаңдағанын айтып, тараптарды жер мәселесін бейбіт жолмен реттеуге шақырды. Қасым-Жомарт Тоқаев, Қазақстан Республикасының президенті, Қырғызстан мен Тәжікстанның мемлекеттік шекарасындағы қарулы қақтығыс туралы ақпаратты асқан алаңдаушылықпен қабылдадым. Өз тарапымнан мәселені шешудің тиімді жолдарын қарастыруға және өзара сенімді қайта қалпына келтіруге күш салуға дайынмын. Орталық Азия мемлекеттері басшыларының кезекті консультативтік кездесуі аясында мұндай шекаралық қақтығыстарды реттеудің тетіктерін қарастыру қажет деп санаймын. Шекарадағы жағдай тұрақталатынына алпауыт Қытай және Ресей елдері де нық сеніммен қарайды. Олар мәселені келіссөз үстелінде шешу керек деп есептейді. Ал Еуроодақ екі елге де қажет болса саяси қолдау білдіруге әзірміз дейді. Еуропалық одақ орталық Азиядағы арнайы өкілі. Еуроодақ қажеттілік туындаған жағдайда шекараны және су ресурстарын басқарумен, сондай-ақ Еуроодақтың орталық Азия бойынша стратегияның басты басымдылығы болып табылатын аймақтың тұрақтылығы мен гүлденуін саяси қолдауға байланысты аймақтық бағдарламаларының аясында техникалық көмегін көрсетуге дайын. Енді екі тарап қандай мәлімдеме жасады? 3 мамырда Қырғызстанның бас прокуратурасы Тәжік тарапынан әрекеттері әскери агрессия ретінде қарастырылатынын хабарлады. Ведомство мәліметінше 29 сәуірде Бәткен облысында сағат 04:40-тан бастап Тәжікстанның бандиттік құрылымдары мен әскерлері Қырғыз Республикасының шекарасына опасыздықпен шабуыл жасаған. Одан бөлек, прокуратура қарулы топтар Қырғызстанның бейбіт тұрғындарына қасақана шабуыл жасағанын мәлімдеді. Осыған байланысты Қырғыз тарапы бейбіт тұрғындарды Лейлек және Бәткен аудандарының елді мекендерінен эвакуацияланған. Содан кейін Тәжікстанның әскери қызметшілері және бандылық құрылымдары Тәжікстанның аумағына үй малын, автокөліктерді айдап әкетіп, жергілікті халықтың мүлкін тонай бастаған. Бас прокуратура хабарламасында Бәткен ауданының бас учаскесінде миномет оты мен басқа да әскери қару-жарақты қолдана отырып жасалған шабуылдың алғашқы сәттерінде осы жерде болған 24 бейбіт азамат қаза тапқаны айтылған. Көп ұзамай Тәжікстанның бас прокуратурасы да қақтығысқа қатысты мәлімдеме жасады. Олар Қырғыз әскери күштерінің халықаралық нормаларға сәйкес Тәжік-Қырғыз шекарасындағы әрекеттері агрессия актісі ретінде қарастырылатынын айтты. Сөзсіз, адам өліміне әкелген қақтығысты толықтай жою керек. Өйткені Қырғыз-Тәжік шекарасындағы шиеленіс соңғы жылдарындағы ең ірі оқиғаларының біріне айналды. Тіпті бұл үлкен трагедияның сигналы. Ал екі ел арасындағы жер үшін тартыс бір айдан бері жалғасып жатқанын ескерсек, конфликтті реттеу қиынға соғуы мүмкін. Сонымен қатар, көршілес болып отырған Орта Азия елдері арасындағы осыған ұқсас жағдайлар жетерлік. Даулы оқиға кез келген жерде қайталануы ықтимал. Алысқа бармайық, жуырда Атырау облысында Ресеймен шекаралас ауданда болған жағдай еске түсіп алаңдатып отыр. Қорытындылай келгенде, Сооронбай Жээнбеков президент болған кезде шекара маңындағы аудандар халқының әлеуметтік экономикалық проблемаларын уақытылы шешу қажеттігін атап өтті. Мәселені барынша шешуге тырысқан еді. Ал жуырда сәуірде болған қарулы қақтығыс нәтижесінде түрмеден енді босап шыққан су жаңа президент Садыр Жапаров көп жылдарға созылып жатқан дауды шешуге тырысты ма? Жоқ. Ол өзіне лайықты, бірақ халықаралық ұйымдар мен тәуелсіз сарапшылардың өткір сынына ұшыраған Конституцияның жаңа редакциясына қол қойып, өз қажеттіліктерін қанағаттандырды. Бәлкім, осында саяси ойынның астары да бар шығар, бірақ оны біз келесі шығарылымда талқылайтын боламыз. Каналымызға жазылып, пікір білдіріңіздер, лайк басыңыздар.